f функциясы мына келесі түрде анықталсын. Көріп тұрғандарыңыздай f-ті минус 2-ті қосылған 5-ке тең дейді. Ал бұл бізде нені білдіреді? Яғни мына t-ға қандай да бір сан беретін болсақ, онда бірінші оны минус 2-ке көбейтіп, оған 5-ті қосыңыз деген сөз. Енді келесі сұрағымыз t-ның қандай мәнінде f-ті ол 13-ке тең дейді. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, онда бірінші мына f-тіға назар аударайық. Бұл f-тінің мәні 13-ке тең деп тұр ғой. Демек, мен онда мына минус 2-ті қосылған 5-тің мәнін 13-ке теңестіреміз. Бұл жерден байқайтынымыз, мына минус 2-ті қосылған 5-ті 13-ке теңестіріп, мен t-ға қатысты теңдеу шығарады екем. Олай болса, сол теңдеуімізді шығарып, t-ны табайық. Минус 2-ті қосылған 5, ол 13-ке тең екен. Енді осыдан шығаратын болсақ, минус 2-ті, оның мәні бізде 13 азайтылған 5-ке тең. Сонымен минус 2-ті дегеніміз 8-ге тең екен. Бұмен біз енді әлі t-ны тапқан жоқпыз. T-ны табу үшін енді мен 8-ді минус 2-ге бөлем. Сонда t-ның мәні минус 4-ке тең екен. Ал бұл нені білдіреді? Сонда бастапқы мына f деген функцияма мен мына минус 4-ті беретін болсам, онда бұл берілген функциямыз бізге 13 деген санды шығарып береді екен. Сонымен f минус 4-тің мәні 13-ке тең болды. Енді мына сұраққа назар аударсақ, t-ның қандай мәнінде f-ті 13-ке тең болады деп тұр ғой. Сонымен біз сіздермен таптық, t-ның мәні минус 4-ке тең болса, онда мына f деген функциямыз 13-ке тең болады екен.